Come through handed up like a Spartan. Balenciaga in tartan. The waiter begging my pardon. I'm in Paris, I'm on. 14-ші қысқы паралимпиада ойындарында пара биатлоннан алтын, пара шаңғыдан қола жүлдеге қол жеткізіп, ерлік пен жігердің, талант пен табандылықтың бойтұмары бола білген. 4 жылдықтың басты бәсекесінде қазақ елінің көк туын желбіретіп, әнұранын шырқатқан чемпион Ербол Хамитовпен бірге-бір қалып отырмыз. Армысыздар. Ал Ербол, студиямызға қош келдіңіз. Кеше ғана міне паралимпиада ойындарында алтын алып, қола жүлдеге қол жеткізіп, жеңіс тұғырынан көріндіңіз. Осы сәтті бір еске түсіріп көрейікші. Қандай әсерде болдыңыз? Бәріне ассалаумалейкум. Өте қуаныштымын. Рахмет сізге. Осы мені Спорт Плюс арнасына шақырып, осы мен өте қуаныштымын осындай жеңіске жеткен үшін. Және де менің арманым болған паралимпиада чемпионы болу, әлем чемпионы болу. Арманыма жеттім. Сол осымен тоқтамаймыз. Енді өзіңіз мынау жалпы пара биатлоннан әлем чемпионы болған алғашқы қазақсыз, Пара биатлоннан паралимпиада ойындарында алтыннан алқа тағынған тұңғыш қазақсыз. Енді бұл керемет бақыт. Кеше ғана мемлекет басшысының қабылдауында болдыңыз. Ол жерде өзіңізге 3-ші дәрежелі барыс ордені табысталды. Және осы бір сәтті еске алып көрейікші. Мемлекет басшысының қолынан ту алып, осы паралимпиада ойындарына аттандыңыз және уәде бердіңіз, алтынмен оралам деген. Осы бір уәде беру сәті қаншалықты сіздің жауапкершілігіңіздің жүгін ауырлатты? Қосымша қысым болған жоқ па, әлде бұл керісінше ерекше бір мотивация болды ма? Айта кетейік, осы паралимпиада ойындарға аттанған кезде біздің мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы маған мемлекеттік туды табыстаған еді. Осы мен оған сөз берген едім. Осы бар күш-жігерімізді саламын деп, әнұранымызды шырқатамын деп, және де осы сөзімде тұрдым. Және де кеше ғана осы мемлекет басшымыздан 3 дәрежелі барыс орденмен марапатталдыңыз. Марапатталдым. Және де өте қуаныштымын. Әнұранымызды осы 14-ші паралимпиада ойындарында өте қуаныштымын. Біздің еліміздің көк туын беке көтеріп, әнұранымызды шырқаттым. Осымен біз тоқтамаймыз. Және де біздің осы мемлекет басшымызға көп рахмет. Осы бапкерлердің арқасында барлық мамандардың сіңірген осы еңбегі зор. Осы бұл тек қана менің жеңісім емес, бұл барлық халқымыздың, барлық команданың жеңісі. Сол осымен тоқтамаймыз. Көк туды президентіміздің қолынан алғаннан кейін оны жерге түсірмей, жеңіс тұғырында желбіретіп, осы бір жауапкершілікті сезіне біліп, кереметтей жетістікпен елге оралдыңыз. Және сіздің алтыныңыз бұл биатлонда біз білеміз, тек қана жылдамдық қана емес. Бұл жерде жаңағы ерік жігерден бөлек, мынау мергендік, дәлдік те, сол сәттегі салқынқандылық барлығы бір жерде тоғысып керек. Және осының барлығын өзіңіз озық үлгіде көрсете білдіңіз. Ең үздік менің жарыстарым ұтылып қалдым. Осы психология тұрғыда, және планда келгенде психология тұрғыда өзімді ұстай алмадым. Сол біздің спортымызда психологиялық, эмоционалдық өте маңызды мен үшін. Және де физикалық тұрғыда мен дайынмын. Неге десеңіздер, мен өте жаспын, 28-демін. Сол. Және де мен жаңа мақсатым осы
жазғы паралимпиадаға аттану, ол пара каноэ мен пара байдарка. Сол. Тамаша. Енді керемет, жалпы өзіңіздің алдыңызға қойып отқан мақсатыңызға жетуіңізге біз де тілекшіміз. Жаңа айтып отырсыз ғой, енді менде ерік жігер де, күш қуат та жеткілікті, басты осы психологиялық барьерді, осы бір кедергіден аттап өту керек еді. Және сол кедергіден аттап өттім деп. Және сіз өзіңіздің сұхбатыңызда айттыңыз, менің алғашқы алған қола медалім менің осы алтын медаліма жол ашты деп. Яғни бір олимпиадада, паралимпиада ойындарында жүлде алу мүмкіндігін сезіне білдіңіз осы сәтте қола. Және қол алғаннан кейін басты бір медаль бар. Ендігі алтынға жетуге меніған ешкім кедергі болмайды деген өзіңізді бір қайрау болған шығар. Осы 10 наурыз бізде спринт жарысы болды. Пара шаңғыдан осы квалификацияда 6 орын алдым. Жартылай финалда 1 орын алдым. Және де осы финал кезеңінде 3 орынға ие болдым. Мен өте эмоциялық толы 3 орын алған кезде барлық бапкерлердің эмоциялы толы қуанышын көрдіңіз ғой? Қуанышын көрдім. Және де мен үшін осы қолам мен үшін алтыннан қымбат. Неге десеңіздер, осы айта кетейін, паралимпиадаға келген кезде осы психологик тұрғыда дайын болған, не был готов. Именно в психологическом плане, когда приехал. Мен өзім осы күнделігімде жазып қойдым. Осы 2025-2024 жылы осы паралимпиада чемпионы болу именно пара биатлоннан. Және де хотя бы пара шаңғыдан призер болуға. Жүлдегер болсам деген өзіңіздің бұған дейінгі күнделігін жазылған ғой? Жазылған. Қай жыл жазылды ол күнделік? Ориентировочно 2024-2025 жылы. Осыдан бір жарым жыл бұрын сіз өзіңізге сондай мақсат қойып, бір жазып қойдыңыз ғой? Осы телефонда бар менде. Және де осы паралимпиада чемпион болған кезде осы трестте жазған едім. Осы мен паралимпиада чемпионы болдым. Сол. Құттықтаулар жауды ғой сол жерде лек-легімен. Болды. Осы Геннадий Геннадьевичке көп рахмет. Осы менің фотомды өзінің парақшасына салып бөлісті ғой? Салды. Өте қуанышты, өте эмоциялық түрде болдым. Өте қуаныштымын. Және де біздің мемлекет басшымыз қолдады, осы құттықтады, жеңіске жеткен үшін өте қуаныштымын. Рахмет бәріне. Қаншама халқымыздың қолдауын сезіндім. Өте қуаныштымын. Барлық осы бізге қолдау көрсетіп, мемлекет басшымыз, спорт министрлігі, ұлттық паралимпиада комитеті және де орталық спорт комитеті бізге қолдау көрсетті. Қиыншылықтар болды. Осы қиыншылықтарды бәріміз шештік. Рахмет. Осы қиыншылықтарды еңсеріп, сіздің жетістікке жетуіңізге толықтай мемлекет тарапынан жағдай жасалды. Және сіз сол өзіңізге артылған үмітті ақтай білдіңіз. Осы үшін өзіңізге алғысымыз шексіз. Барша қазақ елінің атынан өзіңізге рахметімізді айтамыз. Ал дәл қазір бірге бір бағдарламасында аздаған үзіліс. Құрметті көрермен, бірге бір бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз пара шаңғышы, пара биатлоннан паралимпиада ойындарының чемпионы Ербол Хамитов. Ал Ербол, жаңа үзіліп кеткен әңгімемізді одан әрі жалғастырсақ, өзіңіздің жеңісіңізді, сол жеңіске жету жолындағы кездескен кедергілерді, өзіңіздің қалай жеңгеніңіз, қандай қолдаулар болғаныңыз барлығын айтып өттіңіз. Дегенмен сіздің туып өскен жеріңізге келсек, өзіңіз солтүстік Қазақстан облысында туылғансыз. Орыс мектебінде оқығансыз. Қазір міне өміріңізде екінші рет қазақ тілінде сұхбат беріп отыр екенсіз.
және бұрынғы әлеуметтік желідегі парақшадағы жазбаларыңызды қарасақ көбіне орысша жүретін еді, қазір қазақша жазуға тырысып жүрсіз. Бұл да бір өзіңіздің өміріңіздегі оң өзгерістердің бірі сияқты ғой. Мен туып өскем Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Қызылжар және де Қызылжар ауданы, Петерфельд селосы. Сол апам мен атам жанында өстім, мал бақтым, сарайда бөк күредім. Сол және де осы мен 2018 жылы Паралимпиадаға келдім. Сол жас бала кезімнен осы спортқа деген сезім, қызығушылық өте керемет болды. Футбол ойнап, сол атпен жүріп, осы солай. Сіз кезіңізде негізі осы Қызылжар футбол клубының орталығында футболға қатыстыңыз, және кейін футболдан кейін ММА спортына ауыстыңыз. Міне осындай жалпы қарап тұрсаңыз, жазғы спортта негізі шұғылданғаныңыз, бірақ жетістігіңіздің барлығы қысқы спортта болып тұр. Бұл қалай енді өзара байланыс бар осы ортада? Бала кезімде менде атам шаңғым болды. Осы деревянный дейді ғой, ағаштан істелінген. Осы ауылда жүріп, осы жүрдім, және де мектеп кезінде осы мектебінде осы шаңғы жарыстарына қатысқан шығарсыз мектепте? Қатыстым, осы қалалық турнирінде қатыстым. Осы барлық осы спорт түрінен қатыстым мектеп кезінде. Сол спорт менің өмірім солай. Мынау енді қазір спорттағы өзіңіздің таңдауыңызға тағы да тоқталамыз. Мынау қазақ тілінде сұхбат беруіңізге не әсер етіп жүр қазір? Осы қазақ тілін, ана тілін құрметтеу керек, осы білу керек. Неге десеңіздер, қаншама осы маған жас спортшылар қарап отыр, қаншама халық қарап отыр. Осы біздің ана тілімізді құрметтеу керек, білу керек. Сол менің мақсатым, осы ана тілімде сөйлеу. Паралимпиада ойындарында чемпион атанғаннан кейін бұл жауапкершіліктің жүгін сезіндім деп отырсыз. Сізге қаншама жас қарайды, қаншама өскелең ұрпақ сізден үлгі алады. Осы сәтте мен тек қана осы мықты спортшы ғана емес, Паралимпиада ойындарының чемпионы ғана емес, елімнің бір патриот ретінде де өзімді көрсетейін деп, мынау сөйлеу, өз ойыңызды жеткізу қанша қиындық туғызса да, ана тіліңізде сұхбат беріп отырсыз. Аллаға шүкір. Осы қаншама әлемдік спортшылар маған қарап отыр. Осы ана тілімізді әлемдік додаға жеткізу керек. Сол менің мақсатым. Тамаша, риза болып отырмын. Ешқандай қысылмай, мына жерде бізге де, мен орысша сұхбат берейін, ойымды толық жеткізе алмаймын деген жоқсыз. Батыл түрде сізді сұхбатқа шақыруға бола ма деп едік. Қазақ тілді бағдарламаға қуана келісіп, өзіңіз қазір ойыңызды барынша жеткізіп отырсыз, ризамыз. Сіз екінші сұхбатыңызда дәл мұнай сөйлесеңіз, ертең үшінші, төртінші сұхбатыңызда тіпті кәдімгі мақалдатып, мәтелдетіп сөйлейін деп отырсыз, байқап отырмыз. Неге десеңіздер, өзім осы Абайдың қара сөздерін оқимын қазір. Осы кітаптарды өзімді заставлять етем, осы кітаптарды оқып. Айтады ғой, осы все лучше и лучше надо быть. Тәуелсіз Қазақстан тарихында бір Олимпиада ойындарында 2 медаль, алтын мен қола жүлде алған екінші спорт екенсіз. Алғашқысы Владимир Смирнов. Владимир Смирнов болды. Және де осы Владимир Смирнов хрусталь глобустың иегері болды. 2025 біз хрусталь глобустың иегері болдық. Осы қуаныштымын. Өз атымды
Қазақстан тарихында қалдыру мен үшін ол үлкен мәртебе, үлкен жетістік деп ойлаймын. Иә. Сол. Енді сіздің әлеуметтік желіңізді қарап отырсақ, тағы бір байқаған дүниеміз, өзіңіздің өміріңізді до и после дейді ғой, жарақат алғанға дейін және кейін деп көп бөліп ерекше атап өтіп жазасыз. Енді осы дейінгі өміріңіз бен кейінгі өміріңізді салыстырып көресіз бе? Қаншалықты өзіңізге осы жанға батады? Әлде басқа салған сынақтан сүрінбей өтіп, осындай жетістікке жеткеніңізбен өзіңізден бір қайта риза болып мақтанасыз ба өзіңізбен? Өзімді постоянно елестеймін қандай болғанымды. Кішкене ғана, кішкене хулиган болдым, төбелесіп, осы қаншама өзімді ұстамай жүрдім. Қазір жас пен жас осы біздің тәрбиеміз осы келіп жатыр. Және де осы мен үшін ол сынақ деп ойлаймын. Алладан осы сынақтардан өтіп, осы жемістерін көреміз деп ойлаймын. Неге десеңіздер, осы мен бай отбасынан шыққан жоқпын. Осы қаншама қиыншылықтарды көріп, қаншама анам қиыншылықтарды көріп, қаншама әкем қиыншылықтарды көріп, осы өмірде мен үшін ол отбасым, жақын туыстарым, осы мені тәрбиелеген, осы менің атам Хамид, марқұм, ол жаны жаннатта болсын. Оған да рахмет, бәріне көп рахмет оған. Қазір енді бүкіл елге үлгі болатын, ел мақтайтын, мемлекет басшысы қабылдайтындай дәрежеге жетіп отырсыз. Енді керемет, расымен риза боламыз. Кәдімгі үлгі алуға болады. Тіпті түрлі фильмдер өзіңіз жайлы түсіруге басты кейіпкер болатындай өмірбаяныңыз бар. Сондықтан ризамыз. Сіздің осы бір жетістікке жетуіңіз қазір қанша адамға үлгі болатыны белгілі. Енді мынау өзімді үнемі қолдаған отбасым деп айтып отырасыз. Отбасыңыз жайлы айта кетіңізші өзіңіздің. Отбасым бар, Аллаға шүкір, 2 қызым бар. Қаншама көрмеймін оларды, постоянно оқу жаттығу жиында жүрем. Және де тәтем өте қуанат, Құсайынова Ағбидай Хамитұлы. Тәтеме көп рахмет, тәтелеріме, барлық қарындастарыма көп рахмет. Мені үйде қолдаған жаныма көп рахмет, қыздарыма көп рахмет, әкеме рахмет. Рахмет бәріне. Және де маған жолға, паралимпиадалық спортқа жолды көрсеткен Веселов ағайыма көп рахмет. Және де Анатолий Ким Игорьевичке көп рахмет. Мен өзім қазір студентпін. Солтүстік Қазақстан облысында Манаш Қазыбаев университетінде білім алып жатырмын. Барлық мұғалімдерге көп рахмет, алғысымды білдіремін. Жас спортшыларға айтарым, жас болғанда білім алыңыздар, қазақ тілін үйреніп, ағылшын тілін үйреніп, сендерге кеңесім дейсіз ғой. Кеңесім осындай. Жас болғанда сол білімді болыңыздар. Ең бірінші өмірлік серігіңіз қолдау білдіріп, осындай қиын кезде сіздің спортпен беймарал айналысуыңызға, балалардың жаңағы тәрбиесіне алаңдамай, қауіпсіздігіне алаңдамай спортпен шұғылдануыңызға барлық жағдайды үйдегі өзіңіздің сүйікті жарыңыз жасап отыр. Қыздарым еще такой хулиганы. Ерке? Ерке, маған еркелейді, көрсетпеймін. Қатан ұстаймын, все равно.
қатаң ұстау керек, кішкене. А так еркелейді маған. Тамаша, енді негізі жаңа айттық, жазғы спортпен бастадыңыз, футбол, ММА спорты, бүгінде осы қысқы спортқа келдіңіз. Бірақ бізде қазақ елінде бір осындай түсінік қалыптасқан, қысқы спорт бұл қазақтың спорты емес деген. Өйткені көптеген жетістіктердің барлығын біз жазғы олимпиада ойындарында да аламыз. Жазғы спорт түрлерінен бағындырамыз, бір қысқы спорт түрінен санаулы ғана жеңімпаз чемпиондарымыз бар. Осы оймен қаншалықты келісесіз? Айтады ғой, біздің спортымыз ол күрес и бокс деп. Енді көз қарасымның аштым деп ойлаймын. Осы қысқы түрінен де қазақи чемпион болуға да болады. Сол осы жас спортшыларға осы көріп отырған жандарға айтарым, осы өзіне сеніп, Аллаға сеніп, осы ешқашан сынбау, үлкен мақсаттарды қойып, жеңіске жетіңдер. Тамаша, мынау сіздің жеткен жетістігіңіз, қысқы паралимпиада ойындарында алтын алып, қол алып, бір осы ойындардың барысында 2 медаль алуыңыз, жалпы бұл сіздегі күш жігерді ғана емес, жалпы біздің жастардың бойында, өскелең ұрпақтың бойында қорықпай қысқы спортты да таңдауға болатынын сіз ата-аналарға да көрсетіп кеттіңіз қазір, өзіңіздің осы бір жетістігіңізбен. Енді риза болып отырмыз. Енді сізді тағы да бір елең еткізген мәлімдемеңіз, бұл жазғы паралимпиада ойындарында өзімді сынап көргім келеді деп айттыңыз. Оның ішінде қандай түрлерін таңдап қойдыңыз ба, әлде енді ойлайсыз ба жағын? Жоқ, уже таңдап қойдым, ол пара кано мен пара байдарка, жүзуден. Сол біріншіден осы айтады ғой бізде классификация алу, сосын лицензия алу, осы жазғы паралимпиада ойындарға 2028 жылы болады Лос-Анджелесте. Соған жолдама алу, лицензия алу, құрамаға кіру, ұлттық құрамаға кіру, және де осы көреміз қалай болатын. Специфика бізде тең. Пара шаңғымен, пара каноэмен, тоже рычагпен жүзу керек. Сол көреміз қалай болатын. Сол физикалық тұрғыда Аллаға шүкір күшім бар. Сол техникалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда дайындаламыз. Соған босамаймыз. Әр қарсыласымызға дайындалып жүреміз. Сол айтарым. Жалпы бұған дейін қайыққа отырып, каноэны есіп көргенсіз ба? Менде 2025 жылы осы Астанада болған кезде отырдым. Және де бапкерлердің бірі айтқан маған, осы сен походу уже пробовал деді. Бірінші рет мінгеніңіз өзінде сен бұған дейін мінген осы бір каноэны есіп көрген сияқтысың деп таң қалып тұр ғой, техникалық тұрғыда түзу керек мені. Сол менің ойымша бәрі де жақсы болады деп үміттемін. Тамаша, осылайша сіз жазғы және қысқы паралимпиада ойындарында медаль алған тұңғыш қазақ атануыңызға тілекшіміз. Тағы бір сұрақ қойып жіберейін. Сізге кеше сыйақы тағайындалды. Ол алтын медальдің өзінің сыйақысы бар, және қола жүлденің сыйақысы бар, шамамен $330,000. Бұл енді 155 миллион теңгедей екен біздің теңгеге шаққанда. Бұл ақшаның барлығын қайда жұмсаймын деп қандай мақсат құрып отырсыз? Бізде өзіміздің командалық договоренностьтер бар. Осы бізге сервис командаға осы менің атымнан осы проценттер бар, және де осы бізге көмектесіп жүрген осы дәрігеріміз, массажист деген бар, және де осы бізге консультант ретінде 6 дүркін паралимпиада чемпионы
Роман Петушков деген өзіміз тренер консультант ретінде оған да өзімнің рахметімді айтамын дейсіз. рахметімді айтам. Осы Сыйақыдан бөлсем. сыйақынан бөлсем, осы көреміз қайда жұмсайтынымызды. Сол барлық маған түседі, мен өзім уже жүрегімнен осы берем барлық. Сыйақыны бөлсем деп отырсыз. Жалпы сіздің бапкерлеріңіз де осы көлемдегі сыйақыны алды. Олар да алады, олар да бөліседі. Сол бізде жадный болмаймыз. Барлығымызбен бөлісу керек. Неге десеңіздер, ол команданың жеңісі деп ойлаймын. Сол Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Бұл біздің командалық жеңіс. Сондықтан осы сыйақыны да мен командама бөлсемін деп отырсыз ғой. Жеңіске жеткен сәтте сізге ең бірінші көмекке келген адамдарды ұмытпаймын деген өзіміздің ұстанымыңызға да біз қазір дән риза болып отырмыз. Говорят же, нужно быть благодарным, чтобы если ты будешь, хотя бы быть полезным своему народу там, и народ тогда о тебе не забудет. И вот солай. Керемет, сізге бұл мемлекет тарапынан тағайындалған жеңісіңіз үшін, жүлдеңіз үшін кәдімгі кепілдендірілген сыйақы екені белгілі. Дегенмен де қазір демеушілер тарапынан көптеген қолдаулар болып жатыр. Пәтер алып жатсыз. Туып өскен өлкеңіз Қызылжардан солтүстік Қазақстан төрінен 3 бөлмелі пәтердің кілті табысталып жатыр екен. Елордадан 2 бөлмелі пәтердің кілті табысталыпты. Тағы да жеке демеушілеріңіз тарапынан темір тұлпар тізгіндеп жатырсыз. Енді тағы да алдыда уәде етілген кездесулер бар. Ол жақта да сыйақылар және сыйлықтар алып қалу мүмкін деп отырсыз. Дегеніңізге жетіңіз, алдыңызға қойып отырған мақсатыңыз өте көп. Оны да көріп отырмыз, тек қана қысқы паралимпиадада емес, жазғы паралимпиада ойындарында да бақ сынайым деп тәуекелге бас тігіп отырсыз. Бұл да кәдімгі кез келгеннің қолынан келе бермейтін ерлік емес. Өйткені мына жақта мықты болғанмен, чемпион болғанмен, екінші бір спорт түрінде, жазғы спорт түрлерінде бір кемшін түсіп қалып жатсам, жеңіліске ұшырап қалып жатсам, сынның астында қалып қоймайын ба, мына өзіме деген сенімділікті жоғалтып алмайын ба деген осындай ешқандай қорқынышсыз тәуекелге бел буып отырсыз. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің деп дана қазағымыз бекер айтпайды. Сіздің де жазғы паралимпиадада таңдап отырғаныңыз осы қайықпен, суда жүзумен байланысты екен. Ендеше алдыңызда кездескен кедергілерден қорықпай жүзіп өтуіңізге тілекшіміз. Рахмет. Және де айта кетейін, кеше ғана осы Ауызашарда біздің Нұрлан бауырымыздың осы оның бауырлары маған ат табыстады, көкпардың атын табыстады. Рахмет. Және де осы балдарға көп рахмет, алғысымды білдіремін. Атымызды ала жаса алып кетеміз. Тамаша. Бұл сізге көрсетіліп жатқан сый құрмет сізді босаңсытпай, керісінше мотивация береді ғой. Мотивация береді, босамаймыз, Аллаға шүкір. Осы және де менің арманым осы әлем тарихында қалу, қалай күшімізді жетем деп ойлаймын. Сол бәріне рахмет. Ерік жігеріңізді көрсеттіңіз, сіз қазір өмірлік жеңімпазсыз. Енді соларда жазғы және қысқы паралимпиададағы алтын медальдармен, жүлделермен бір дәлелдей түсіп, көк туды желбіретіп, әнұранымды шырқыратып, елдің де мерейін үстем ететініңізге өзіңізге алғыс айтамыз, тілекшіміз. Әлде де біздің қазақ елінің мақтанышы болып жүре беріңіз. Рахмет. Ербол мырза. Ал құрметті көрермен, бірге бір бағдарламасында қонақта болған пара олимпиада ойындарында алтыннан алқа тағынып, қазақ елінің мерейін өсірген, қазақ елінің әнұранын шырқатып, көк туымызды желбіреткен Ербол Хамитов болатын. Өздеріңізбен жеңісті күндерде жүздескенше бай қуатты болайық.